Кибербуллинг соңғы уақытта жиі естіп жүрген терминдердің бірі. Себебі ол оқушылардың арасындағы үлкен проблемаға айналып бара жатыр. Не себепті кибербуллинг қауіпті және оның алдын алу үшін не істеу керек? Ол туралы алдағы уақытта білетін боламыз. Ал әзірше кибербуллинг деген не? Соны анықтап алайық. Кибербуллинг дегеніміз сандық технологиялардың көмегімен белгілі бір адамды тұқырту, яғни мақсатты түрде оны қорқыту, ашуландыру немесе жұрттың алдында ұятқа қалдыру. Ол үшін көбіне әлеуметтік желілер, әртүрлі мессенджерлер, мобильді телефондардағы ойын платформалары қолданылады. Мысалға, әлдекім туралы жалған ақпарат беру немесе әлеуметтік желілерде ыңғайсыз жағдайға қалдыратын фотосуреттерді жариялау. Мессенджерлер арқылы қорқыту немесе көңіліне тиетін SMS хабарламаларын жіберу. Сонымен қатар, оның атынан басқа біреулерге ұятты хабарламалар жолдау және тағы басқалары. Кез келген мектептің қабырғасында өзінен әлсіз оқушыларға күш қолданып, күлкі қылып, қоқан-лоққы танытатын оқушылар табылып жатады. Бұларды буллер дейді. Ал егерде ол өзінен әлсіз оқушыны қорлауға әлеуметтік желіні қолданса, бұл кибербуллинг болып саналады. Мектептегі кибербуллингтің пайда болуының біз білетін негізгі 5 себебі бар. Бірінші, ол әрине смартфонға тәуелділік. Екіншіден, дөрекілік, қатыгездік элементтері бар видеолар көп қарау. Үшіншіден, атыс шабыстан тұратын ойындар ойнау. Төртіншіден, үйдегі жанжал. Бесіншіден, сабақ үлгерімінің төмендігі. Біз кибербуллингке қатысты мектепте психолог-педагогтың көмегімен аздаған зерттеу жүргіздік. Google форма арқылы 7-11 сынып оқушыларынан анонимді түрде сауалнама алдық. Біздің сұрақтарымызға барлығы 75 оқушы жауап берді. Нәтижелері келесідей болды. Кибербуллинг туралы білесің бе деген сұраққа қатысқан оқушылардың 60% иә, ал 40% жоқ деп жауап берді. Яғни 75 оқушының 30-ы кибербуллинг туралы білмейді екен. Кибербуллинг туралы қайдан білесің деген сұраққа 37%, яғни 28 оқушы интернеттен деп жауап берді. 25%, яғни 19 оқушы мектептегі мұғалімдерден деген жауапты белгіледі. Сонымен қатар, оқушылардың 36%-ы ешқайсысы деген жауапты таңдады. Мектепте саған өзге оқушылар қысым жасайды ма деген сауалға 75 оқушының тек 2-і ғана иә деп жауап берді. Сонымен қатар біз оқушылар қандай әлеуметтік желілерді қолданатынын білгіміз келді. Сауалнама қорытындысы бойынша көш басында Instagram мен TikTok шықты. Оларға 47 оқушы дауыс берді. Одан кейін тұрған Telegram'ды 34 оқушы қолданады екен. ВКонтакте әлеуметтік желісінде 22 оқушы отырады екен. Бұдан бөлек 11 оқушы оның ешқайсысын қолданбаймын деп дауыс берген. Кибербуллинг өте қауіпті. Кейде тіпті қорлық көрген жасөспірімнің өз-өзіне қол жұмсауына дейін апарып соғады. Сондықтан да дер кезінде оның алдын алып отырған дұрыс. Ол үшін психолог мамандары ең алдымен әлеуметтік желілерде көп отырмауға кеңес береді. Ал егер кімде-кім мессенджер арқылы сен туралы жалған ақпарат таратып, атыңа кір келтіріп, күлкі қылып жатса, онда бірден ата-анаңа немесе сүйікті мұғалімдерінің біріне хабарласқан жөн дейді. Себебі ешкімнің де сені қорлауға хақысы жоқ. Біздің айтарымыз осы. Ал енді құрметті оқушылар, телефондарыңды шоқлай бермей, сабақтарыңды оқыңдар. Сіздермен болған Асылжан Карбай, арнайы мектеп телестудиясы үшін.